саламатсыздар құрметті оқушылар. Бүгін бізде ең маңызды тақырып Pythonда функциялар мен процедуралар және олардың айырмашылықтарын бүгін айтып өтем. Функция дегеніміз не? Анықтамасы қайта пайдалануға болатын код блогы. Яғни оның мақсаты бір тапсырманы бір рет жазып, оны қайталауға мүмкіндік беру. Яғни оның түрлері бар. Бізде кірістірілген және пайдаланушы үшін деген, бірақ ол тек қана теория түрінде. Процедураларын салыстыру. Процедура, яғни ол жақта қайтаруға мән берілмейді, яғни return деген сөз болмайды. Және ол жақта жай ғана print қылып іштегі мәнді шығарамыз. Функцияның негізгі тірек сөздерінің бірі ол def, яғни процедурада да функцияда да def деген кілттік сөз қолданамыз. Яғни кез келген процедура болсын, функция болсын, атауы болады. Яғни оның екі мәні болады, яғни параметрлі немесе параметрсіз. И соңында міндетті түрде қос нүкте қойылады. Параметр мен аргументтер. Яғни ол қалай оны білеміз? Параметрлі ме, параметрсіз бе? Яғни оның жақшаның ішінде бір мән болса ол параметрлік, мән болмаса ол параметр. Оны алдағы мысалдарда да көреміз. Функцияда мән қайтару, яғни return, ол жақта міндетті түрде тұрады. Ол іштегі мәнді шығарып қайта өңдейді. Егер біз return жоқ болса, бізге функцияның ішінде return жоқ болса, ол бізге none деген сөзді қайтарады. Функцияны шақыру, яғни синтаксис. Біз функцияның атын жазамыз. И егер жақшаның ішіне бір параметр, аргумент жазатын болса, ол параметрлі болып шығады. Ол іштегі мәндерді сақтап, қайтарып, сендерге шығарып беруге мүмкіндік береді. Мысалы, функцияларға мысалда қарапайым мысал, екі санды қосу, кейін тізім структау немесе рекурсивті функция. Бұл да алдағы сабақтарда болады. Рекурсивті факториал есептеу деген сияқты. Қазір кете қарапайым мысалдар қарастырайық. Так. Бұл жақта біз def деп жазамыз да, кез келген ат бере саламын. Кейін егер жақшаның ішінде ешқандай мән берілмесе, яғни бұл параметрлі функция, ішіне бір print деп кез келген сөзді жаза салайын. Деген сияқты. Кейін мен осы функция дайындап қойдым. Мен тек қана бұл функцияны шақыру арқылы ішіндегі мәндерін шығарамын. Hello Python. Мен бұл функцияны қанша рет шақырсам, сонша рет ішіндегі мәндерді маған осылай шығарып береді. Енді алдағы мысалдағыдай екі мәндерді бір-біріне қосу керек болып тұр дейді. Ол үшін мен a плюс b деймін да. Оның ішіне a и b деген екі аргумент берейін. Мысалы, мықты 3 пен 5 деп қоямын. Яғни мынау параметрлі процедура. Ішіне мынау 3 меха кетеді, 5 меха кетеді. И екеуі бір-бірімен қосылады да бізге 8 деген мәнді шығарып береді. Тура сол сияқты біз көбейту амалын орындай аламыз. Осылай бізде екі мән бір-біріне көбейтіледі. Енді бұл бізде процедура. Енді біз функция оралайық. Функция болу үшін бізде return деген мән қолдану керек. Return деген мән қолдану керек. И мықты осы функцияны қайта шақырам, бірақ менде ешқандай мықты return деген дұрыс жазатым ғой. Return деген мән шығар. Мысалы, мықты жазам, менде дым шықпады. Енді бұл мән шығу үшін мен бүйтуім керекпін. Яғни
принтті функцияның сыртына жазамын. Сол кезде ол менде осылай мәнді шығарып береді. Яғни мынау мәндер беріледі, мына жақта есептеледі да, return осы мәнді функцияның сыртына қайтарады. Print маған соны шығарып береді. Осындай қарапайым заттар. Ары қарай функция пайдалы артықшылықтар. Яғни сіз бір рет қана код жазып қоясыз да, и соны сіз қалаған кезіңізде қайталай аласыз. Кейін, яғни бұл бір ғана мысал, мына жақта. Ол біз мысалы тура осы мәндерді өзгертсек, мысалы бұл бізде заготовка мысалы айтсақ. Мынау біз функция шақырып жаңа мәндер бере береміз. Ол мынау біздің дайындап қойған кодтың ішіне кіреді да, и ол осын қолдана береді ғой. Сол заготовкамыз қолдана береді. И біз қайтып бөлек жаза бермейміз да, а көбейту б деп әрқайсысын жеке бір рет жазып қоямыз, и соны керек кезімізде қолданамыз. Осы ең күшті моменттер. Яғни кодтың қайталануы, ұзақ кодтар жазылмауына ықпал етеді. Яғни қорытындыда айта кетсем, бұл дефтің өте маңызды құрал. Оны үйреніп пайдаланғаннан кейін ол есептерді қарапайым бөліктерге бөліп береді. Яғни кез келген код ұзақ емес, сапалы, қысқа жазылуына өзінің үлесін тигізеді. Яғни жалпы бүгін кіріспе ретінде осы. Алдағы уақытта тағы да қиын мысалдарды талқылаймыз. Келесі сабақтарға кездескенше сау болыңдар.